қазір Сембекова қажылық компаниясының гидімен сіздер таныстырамыз. Атым Нұрислам. Жалпы гидтің жұмыстары оңай емес бар ғой. Жалпы адамдармен жұмыс істеу, халықпен жұмыс істеу, әсіресе құлшылық кезінде ешқандай жұмыс жалпы жеңіл жоқ қой. Нұрисламның гид болуы қалай келді? Bir сұрап көрейікші. Қызық просто, маған өзіме қызық болып тұрды. Бауырымыз қайда екен, кез тауып алайық. Рецепшнге келдік, бірінші этажға G деген этаж. Қазақтар көп осы Баккада. Қазақ, өзбек, қырғыз, сондай арабтар да бар енді. Әртүрлі адамдар бар. Көбінесе қазақтар осы жақта шоғырланған. Әне тұр екен ғой. Нұрислам, қалайсың? Қалайсыздар? Жақсы ма? Аллаға шүкір. Өзің қалайсың? Шүкір Аллаға. Бұл Нұрислам деген біздің бауырымыз. Альхамдулилля. Осы Алматыдан бастап, осы Сембекова қажылық компаниясымен бірге, осы Нұрисламмен бірге келіп отырмыз. Нұрислам, жалпы енді менде сұрақтарым бар. Қажылық компаниясына байланысты, өзіңе байланысты. Қанша болды осы гид болып жұмыс істегеніңе? Жалпы қажылық компания емес, жалпы гидпен осы Сембекова. Негізі басында біздегі махаббат андай, өзім ақша жинаймын, өзім келіп кете беретінмін. Сондай болды? Иә. Мен Нұр-Маракты бітірдім ғой. Сол Нұр-Маракта оқып жүріп, 3-ші курс кезден бастап өзім ақша жинаймын. Сөйтем да, енді бұл жерге келудегі махаббатты білесіз ғой. Шыдатпай кетеді адамдар. Ақшамды жинап болам, келіп кете берем ғой. Сонымен бір 3-4-ші рет келгеннен кейін бастап гидтікке шақырды ғой компаниялар. Сембековамен қай кезден бастапсыз? Сембековамен шамамен жарты жыл кетті. Жарты жыл алды. Неге именно осы компанияны таңдадың? Не компаниялар көп қой? Ол кісілер шақырды, ұсыныстармен, жақсы ұсыныстармен. Енді Шымкент қаласынан ең үлкен компаниялардың бірі ғой. Жалпы Қазақстан бойынша да топ 10-ға кіреді ғой. 30 жыл тарихы бар. 30 жыл тарихы бар, сенімді компания болғандықтан осы компанияда жұмыс істеуге тура келді. Ағайын Нұрисламның бағана айтып отыр ғой. Мен махаббатым ашылды дейді ғой. Негізі оған байланысты хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, осы Қағбаға деген адамдар махаббат бар дейді. Оны келген кезде Алла тағала оны ашып береді. Сол махаббат ашылып кеткен ғой. Мындай ғой, ана келмеген адамдардың барша мұсылманның арманы ғой негізі, бір арман. Ал келген адамға 1000 арман да. Оны келіп көрген адам ғана сезіне алады. Шынында біз жас болдық студент кездің өзінде. Сол нәрсені сезіндік па? Білмеймін, әйтеуір қазір бір жылына бір 2-3 рет келіп кетпесек, кемі жүрек тыныш таба алмайды. Ломкаларың бастала ма? Андай ғой. Келіп көрсеңіздер түсінесіздер. Жалпы қиын ба гид болып жұмыс істеу? Негізі халықпен жұмыс істеу оңай емес деп айтады ғой? Халықпен жұмыс істеу оңай емес. Мен президент енді түсіндім ғой. Президент? Келеді 40 адам. 40 адамның жауапкершілігі, құлшылығы сенің мойныңда. Барлығын 100% толық өтеп шығу керексің. Өзіңнің құлшылығыңды екінші орынға қойып қоясың да, алып келген адамдардың құлшылығы сен үшін аманат. Ұйықтамасаң да, басқа қылмасаң да, сол кісілердің құлшылығын бірінші бітірткіздіріп аласың. Кейде 2-3 күн ұйықтамай, толық қажылардың құлшылықтарын бітірткен кездер болған. Одан кейін бір күн целый ден ұйықтап демалып аласыз. Мен ана көп қажылармен осында умраға, үлкен қажылық, кіші қажылық келеміз. Сол кезде кейде айтады, гидті басында көрдік дейді. Сосын соңында ғана Алматының аэропортына қайтарда көрдік, одан көрген жоқ. Сен туралы ондай пікірді әлі естіген жоқ. Демек, Нұрислам өте жақсы гидтердің бірі. Енді тағы соңғы сұрақ, Нұрислам. Жалпы Сембекова қажылық компаниясымен келіп отырмыз ғой өзіміз осы жол, Алан қалуымен. 3 ұтымды жерін айта аласың ба осы компанияның? Өзіңе ұнайтын тұстары. Мен егер бұл жерге клиент ретінде келетін болсам, Сембекова компаниясына ең біріншісі сенімді. Сенімді біріншісі? Сенімді, ең біріншісі сенімді. Екіншісі? Одан кейін қонақ үй таңдау жағынан қателеспейді. Өйткені бұл жаққа келген ең қолайлы жерде. Ең қолайлы жерде. Өйткені бұл жерге қажылар келген кезде тамақ жағынан, жататын жер жағынан проблема болмау керек қой. Ең бастысы сол проблемалар жоқ бұл жерде. Үшіншісі? Сенімді болған дұрыс қой. Муфтиятқа тіркелген.
ең бірінші сол жаңағыдай қонақ үй таңдаудан қателеспейді. Одан кейін сіздің құлшылығыңызға толық жауап береді ғой бұл жерде. Жанашырлықпен. Жанашырлықпен. Сіздің құлшылығыңыз үшін уайымдайды. Мен мысалы ұйықтай алмаймын жайбарақат, толық қажылар құлшылығын аяқтап бітпейінше. Қажылар бәрі умраны аман-есен өтеді ғой осы жолы, иә? Негізі 3-4 сағаттың ішінде бітетін зат қой? 3-4 сағатта бітеді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар ғой, умра мен үлкен қажылық қиыншылықпен орындалатын амал. Машақат деді ғой? Иә, машақат. Кейбір кісілерге 2-3 күнге созылып кетеді сынақтармен. Кейбір кісілерге 1 аптада аяқтап қалады умраның өзін. Сондықтан әр нәрсеге дайын болу керек қой келген кезде. Енді ағайын, Алла разы болсын дейміз, Нұрислам бауырыма, Сембекова қажылық компаниясына осындай жауапты іске өздерінің басын тігіп, осы жерге келіп, халықтың аманатын көтеріп, Алла тағала екі дүниенің бақытын берсін Нұрислам бауырым. Мен баршаңызға. Мен де осы Нұрисламмен Алматыдан бері бірге келе жатырмыз ғой. Уағыз насихаты, аманатшылдығы барлығы өз басыма ұнайды. Алла разы болсын. Рахмет. Келесіде тағы да бірге келу нәсіп етсін. Иншалла. Үлкен қажылыққа келейік. Үлкен қажылыққа келейік иншалла. Нұрислам бауырымызбен таныстық, енді біздің қажылармен танысық, апаларымыз отыр. Ассалаумағалейкум, қаларыңыз қалай? Амансыздар ма? Аты жөніңізді айтсаңызшы, апа. Гүлбахира. Гүлбахира, қай қаладан келдіңіз? Жетісай, Қазақстан. Қазақстан, Жетісайдан, машалла. Бұл кісі бізбен бірге осы Сембекова қажылық компаниясының умраға келді. Бірінші рет келіп тұрсыз ба? Иә, мен бірінші рет. Қалай болды жалпы бірінші рет? Ұнады енді, бұрыннан ниет қылып жүрдім ғой енді. Қағбаны бірінші көрген кезде? Мен не знаю, бір түрлі, қалай айтсам, өзінен өзі қысып, да, андай, жас келді ма, бір андай, какой-то, қалай түсіндірсем екен, бір какое-то ощущение было, не могу передать. Бір ағамыз менімен бірге қажылықта болды да, алғаш Қағбаны көрген кезде айтады, балам, мен жылай алмай жатырмын деп қойды маған. Бүйтіп, мен аяқтан бүйтіп қысылып, бір қарасым жылап отыр ағамыз. Мен қатты жылаған жоқпын, бірақ действительно бір такое ощущение. Мәселе жылау міндетті емес, жалпы аны ойлаңызшы, өмір бойы Қағбаның қыбылаға қарап намаз оқып жүрдіңіз да, сол алдыңызда тұрған кезде керемет шығар енді. Керемет, действительно, 2 жыл, действительно, қатты үміт еттім да, келем дедім. Осыған тура келді. Сейчас өзім қуанып жүрмін, шын айтсам. Осы хажы етіп, Алла умраларыңыз қабыл етсін. Өз көзіммен көріп, жаңа бәрін. Машалла, Алла берекесін берсін. Батима тоже Шымкенттен бе, қай жақтан келдіңіз? Жоқ, мен Атыраудамын. Атыраудансыз ба? Машалла. Тоже бірінші рет? Бірінші рет келіп тұрмын. Балам алып келген осында. Балаңызбен бірге келдіңіз бе? Баламызбен бірге келдім. Енді бір әрбір мұсылманның парызы ғой, міндеті, бір арманы, нені көру. Мысалы намаз оқимыз жаңағыдай қыбылаға қарап тұрғаннан енді көзіңмен көргенде шындайды басқаша кішкене чувствовать етесің ғой. Сол енді бәрі келгеніміз жақсы. Ұнады. Шаршағанымыз басылып қалады, бірде келіп ішке жатып тұрған соң. Тауапқа барып тұрасыз ғой енді? Иә. Кеше тарауға қатыстыңыздар ма? Қатыстық қой. Бүгін жұмаға намазына бардық. Қалай екен, адам көп па? Адам көп өте. Бірақ енді Алланың құдіретіменен ешқандай не болған жоқ, жақсы жеңіл өтіп шықты. Бұл кісілер енді үлкен адамдар ғой. Алғаш кеп тұр, Алла тағала жолдарын ақ қылды. Бүгін жұма, адам көп, ораза, ауыз бекіткен, 35 градус күн ыстық, жалпылар далада жүр. Намазға қатысып, жұма намазына. Әйтеуір, Алла тағала адастырмай жақсы барып келдік. Машалла. Алла қабыл етсін. Мен Марияшпын. Марияш, тоже қай жақтан, қай қаладан келді? Қазақстан, Шардарадан. Шардарадан ба? Машалла. Тоже бірінші рет па? Жоқ, үшінші рет келдім. Үшінші рет? Жоқ, так қойған апамыз. Бұл кісі сіздердің арасында шейх қой, иә? Машалла. Қалай, бәрі дұрыс па, бәрі ойдағыдай ма? Жақсы ойдағыдай. Үйріп қалған мен бұл жерге келгім деп тұрады осы жерге. Машалла. Құрбыларыңызға бәрін көрсетіп, айтып отырсыз ғой? Иә. Фотоға түсіп жатсыздар, видеоға түсіп жатсыздар, дұға жасап жатсыздар. Ең үлкен қатты сұрап жүрген қандай дұғаңыз апа сізде? Бала шағамның несі ғой, отбасының денсаулығы. Бай осы аналарыма, иә? Тек қана бала шағасын ойлайды ғой. Сол отбасында ойлаймын, бала шағаның амандығы. Сол үшін келдім. Жандарымсың, Алла разы болсын. Бізді ойлайтын аналар ғой негізі. Әкелер көбінесе түзді, ел деп жүреді. Қазақ деп отса, аналарымыз тек қана бала. Алла разы болсын сіздерге. Алла қабыл етсін.